68-ші сабақ. 69-ші сабақ. 3-ші тапсырма. 3-тен 30-ға дейін 3-3-тен қоса отырып тізбек құр және жаз. 5-тен 50-ге дейін 5-5-тен қоса отырып тізбек жаз. Бірінші 3-тен 30-ға дейін 3-3-тен қоса отырып тізбек жаз. Мұны былай жазамыз. 3 деп жазып аламыз. 3-ю қосамыз оған. 6 болады. 6-ға 3-ті қосақ 9, 9-ға 3 12, 12-ге қосу 3 15, яғни 3-3-тен аттап отырамыз. 15 қосу 3 18, 18 қосу 3 21, 21 қосу 24, 27, 30. Сонымен 3-тен 3-3-тен аттай отырып, яғни 3-3-тен қоса отырып 30-ға дейін жазып шықтық. Келесі 5-тен 50-ге дейін 5-5-тен қоса отырып жазу. Яғни 5-ті жазып аламыз. Оған 5-ті қосамыз. 5 қосу 5 10, 10 қосу 5 15, 15 қосу 5 20, 20 қосу 5 25, 25 қосу 5 30, 30 қосу 5 35, 35 қосу 5 40, 45, 50 деп, яғни 5-ті қоса отырып 5-тен 50-ге дейін жазып шықтық. Келесі 20-дан керісінше жазамыз енді. Кему реті бойынша, бұл өсу реті бойынша, яғни кішкентайдан үлкен санға дейін өсті. Өсу реті. Енді керісінше кему реті үлкен саннан кіші санға дейін кемейді, азаяды. 20-дан 2-ге дейін 2-ден азайта отырып жазу. 20 азайту 2, 18, 18 азайту 2, 16, 16 азайту 2, 14, 14 азайту 12, 12 азайту 2, 10, 10 азайту 2, 8, 6, 4, 2 деп 2-ге дейін жазамыз. Ары қарай 40-тан 4-ке дейін 4-4-тен азайта отырып жазу. Енді 2 емес 4 рет азайтамыз. 40 азайту 4, 36, 36 азайту 4, 32, 32 азайту 4, 28, 28 азайту 4, 24, 24 азайту 4, 20, 16, 12, 8, 4 деп міне 40-тан 4-ке дейін 4-тен азайта отырып кему реті бойынша жазып шықтық. Келесі 5. Мысалдарды шығар. Әр бағандағы мысалдар қалай құрылған? Заңдылықты сақтап, келесі мысалдарды жаз және шығар. 10 қосу 10, 20 қосу 10. Міне 10 қосу 10 тен 20. 20 қосу 10 тен 30. Келесі 10, 20, 30. Міне 30 қосу 10 тен 40. Яғни екінші қосылғыш орында қалады. Бірінші қосылғыш 10, 20, 30, 10, 10-ға көбейіп отырады. Келесі 29 қосу 11 тен 40. 38 қосу 12 тен 50. 47 қосу 13 тен 60. Яғни 11, 12, 13, 14, 15, 16 деп кете береді. Бұл жерде 29. Келесі 38, 2-ден кейін 3. Ана жерде керісінше 9-дың алдында 8. 3-тен кейін 4, 8-дің алдында 7. 56, 65 деп кете береді. 100 азайту 15-тен 85. 100 азайту 25-тен 75. 100 азайту 35-тен 65. 100 азайту 45. 100 азайту 55. 100 азайту 65 деп кете береді. 6-шы. Есептеуді орындап, әріптің мәнін тап. 26 қосу 40 азайту 18 бұны табу керек. Оны былай орындаймыз. 26 қосу 4 тен 30 деп жазып аламыз. Азайту 30-дан 18 тен 12, яғни Б тен 12-ге. Келесі аны табу керек. Аны табу үшін керісінше бастаймыз. Біз
арттан бастаймыз. Яғни 23-ке қосамыз 9-ды, одан азайтамыз 13-ті, сонда А табылады. 23 қосу 9, 32. Азайту 13, тен 19. А тен 19. Сонда тексерсек. 19 қосу 13, 32. 32 азайту 9, тен 23. Дұрыс шықты. Теңеуді 100 алу x тен 57. С қосу 34, тен 98. 100 алу x тен 57 белгісіз сан x-ті табу үшін 100 азайту 57. X тен 43. Үстін көшіреміз. 100 азайту x-тің орнына біз 43-ті таптық. X тен 43 болды. 43-ті жазамыз, тен 57. 100 алу 43, 57 ма? Жазамыз, 57, 57 тен 57, дұрыс теңдеу. С қосу 34, тен 98. Белгісіз сан С-ны табу үшін С тен 98 азайту 34. 98 азайту 34 деп жазып аламыз. С тен 98-ден 34 азайтқанда 64. Тексереміз, үстін көшіреміз, яғни С-ны жазбаймыз. С-ның орнына С тен 64 болды. Значит, 64 дейміз. Ары қарай қосу дейміз, жазамыз. 34 жазылып тұрма, 34 жазамыз. Тен 98 деп тұрма, 98. 64-ке 34 қосып көреміз, ал 98 шығады. 98 тен 98, екеуі тең болып тұр. Значит, дұрыс есеп. Төртінші тапсырма. Есепте артық өрнекті тап. Мына жерде есептейік. 18 қосу 15 тен 33. 17 қосу 6 тен 33. 14 қосу 18 тен 32. 33 қосу 0, 33. 29 қосу 4, 33. 33 азайту 0, 33. 34 алу 1, 23. 30 қосу 3 тен 33. Яғни барлық жерде 33 келе жатады. Артығы 32 және 23. Екеуі артық, қалғандары бірдей.